Брат, ассалаумалейкум. Есімің кім, брат? Нұрсұлтан. Сен қызың ғой, әйелің емес. Жүріп жүрсіңдер ма? Қанша болды жүргендеріне? Біраз болды. Ұялмайсың ба, брат? Ұялмайсың ба деймін. Не болды? Бүгін жүресің қызыңмен да. Сонымен ертең тұрасыңдар да бір-біріңе сөз салып үйленесіңдер. Бала шағаларың болады. Бақытты, тату-тәтті өмір сүресіңдер. Одан кейін бала шағаларың үйленеді, немере шөбере болады. Үлкен әже мен апа боласыңдар. Өмірлерің күшті екен ғой, брат, мен қателестім. Давайте, бақытты болыңдар. Қыздар, саламатсыздар ма? Bir сұрақ қойсам бола ма сіздерге? Тұра тұрыңыздар, сұрақ қойын. Мен, короче, Құдай қаласа осы бір жылдың көлемінде актер мамандығына түсейін деп жатырмын да, андай театрда ойнағым келіп жүр да. Түсініп тұрсыз ба? Соған, короче, мен қазір өнерім бар ма, жоқ па, соны айтасыздар ма? Сен өнерің жоқ сияқты или бар, қатыс депші. Қазір өшіте көрсіз. Иә? Мында тыңдаңыздар. Короче, мен күйеу болып ойнап отырмын да. Мына жерде әйелім келіп қалады да. Сәуле, бұл қайткенің? Бұның не құрғыр? Сәуле тұрады да. Отағасы, кешіріңіз. Мен ғой мына жерде. Түсініп тұрсыңдар ғой, ситуация не болып жатыр? Сәуле, болды жарар. Көтеніңді қыса ғой. Болды ма? Сәуле. Отағасы, көтеніңді қыса ғой дегенің не? Болды ма? Бола ма бұлай? Бұлай болады, бірақ кішкене бүйтіп екеуінің андай дауыстарының разницасы. Жоқ, негізі бұлай ұрып бар, бір нәрсе бар, иә? Рахмет. Сұрайын ішітемін сіздер. Ақбілер, саламатсыздар ма? Ренжімеңіздер. Бір нәрсе сұрайын ішітемін сіздерден. Мен жаңадан үйленген семьямызда бізше. Соған енді келіндеріңізбен кішкене неаққа беттік та, ұрысқа беттік. Соны телефон дамай жатыр да мен. Соны сіздердікімен звондап алсам бола ма? Менікі дамай жатыр. Теледі ба ғой? Парктен емне жүрсің үйленген болсаң деп. Дәл. Достарым күтіп жүрген ма? Алло. Алло, Айка, қалайсың? Мен ғой? Жоқ, тоқташы. Ақайламаса, сен біліп отырмын, иә. Сен жөн түсінбей қалдың. Ол мен группалас қызым ғой. Мен онымен не ағаған жоқпын. Жоқ, енді сен ақайламашыш маған енді, ақайламаса. Біліп отырмын, иә. Жоқ, енді сен өзің қызықсың да, мен де сен минустарын мысалы айтпаймын ғой. Мысалы, сен қанша болды мұртың кәдімгідей еркектердікінде өсіп кеткен да, не қырмайсың онда, енді маған келіп әңгіме айтып тұрсың. Сен де минустарың жетіп жатыр ғой. Қазір мен үйге барам, короче. Мен сүйік тамағымды дайындап қой. Нормально адам сау отырып сөйлесейік. Сүйікті тамағың қандай дегеніз? Килка ғой? Шпрот. Соны вареньеға батырып жейміз. Как обычно. Давай, аха. Все, давай. Ой, күшті болып кетті қапке. Побелимся? Нормально болды. Жоқ. Андай да, өзінің минусын яғымайды да, мен жауап бер. Еще енем ше, әйелімнің мамасы, үйге бір ай, 2 айлап жатып алады ғой. Ана алдырысында ұқсап тұрсың ғой. Мейлі бір ай жатсын, мейлі 2 ай жатсын. Жоқ, еще 2 жыл жатсын. 2 жылда әскердегі солдатта қайтады ғой дейді. Еще ұлы сөздің яттығы жоқ деген енесі түнде ұйықтап атып осырады ғой. Оған не дейсің? Жоқ, мен оның бәріне шыдап жүрмін ғой, әпке, білесің. Біз бейшара... Аңдап отырсың. Жоқ, ят қой, былай қарап тұрсаңызшы, ене басымен. 80-де. Енді тем. Еще бір пысылдатып жіберсе биле ғой, бррррр деп қазандай патолог қимылдап жүреді. Уже достал меня. Қашанғы шыдай береміз атаңа деп. Жоқ, рас қой, әпке, бір күйем да ше, күйіп бітті, братан. Анау, Сәлим әпшем айтып еді, анау күләштің қызын ал деп. Соны тыңдай салым керек еді, атаңа деп. Соны тыңдай салым керек еді. Еще қызым не ғой, кореянка ғой. Папасы латын американдық. Қазақшада енден үйреніп жүр. Атаң әлет, жестко ұрыны қаппын ғой атаң әлет. Жақсы әкпелер мейлі. Давайте. Менің оқиғам шықын басына вермесін құрсын. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы подруги? Да. Ага. Я вам смотрел сейчас. Вы такие очень милые, да? Да, мы милые, спасибо за комплимент. Кто милые? Мы милые. Как вы милые?
Кто вам сказал, что вы милые? Мы сами так считаем. Почему нет? У нас нормальная самооценка. Вы так считаете? Да. Да. Еще вы очень фигурный такой. У вас фигура очень красивая. Вы согласны с этим? Да. А вы? Да. А кто вам сказал, что ваша фигура? Мы сами себе об этом говорим, потому что это действительно так. Мы так считаем. Да, у вас. У нас свои тараканы в голове. Еще вы девушкой. Ну, естественно, не мальчики. Вы тоже девушка, да? А кто вам это сказал, да? В роддоме. В паспорте написано, что мы женского Я пола. все понял. Вы в роддоме мальчиком родились, и у вас это... И потом вы девушкам стали, да? Ужас. Черт Вы нам побери. сочувствуете? До свидания. Вы точно? Құрметті достар, егер де видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де арнаға тіркеліп, колокольчикті басуды деп қояды, ұмытпаңыздар. Құрметті достар, біз видеоны әрмен қарай жалғастырамыз. Соңына дейін Аяқтаймыз. көріңіздер. Даларға не болға, құдайым ау де. Ассалаумалейкум аға. Саламатсыздар ма апалар, қалайсыздар? Мынау мен Тараз қаласында мықты тамада едім да. Көргенсіздер ма, көрмегенсіздер ма? Соған енді өздеріңіз білесіздер ғой, карантин 2-3 ай болды, не болмағаны, той болмағаны. Соны енді біз асабаларға сөз қосылмаған, жиналып қалды да сөздер. Соны бір сіздерге бір-екі шумақ бір өлең айтып жіберсем бола ма? Олай болса, атыңыз не? Қанат. Олай болса, құрметті құдалар, нағашылар, Қанат ағамыз бақытты болсын дегендер, оң қолыңызды көтерейік кішкене. Қанат ағамыз бақытты болсын дегендер, оң қолыңызды. Қанат ағамыз Құдай қаласа ұрпағымен 1000 жасасын дегендер, сол қолыңызды көтерейік. Қанат ағамыз Құдай қаласа ұлды болсын дегендер, шапалақ ұрып қойық. Болды аға. Осыны айтып салайыншы. Не, өлі, ұлды болсын дедім бе сізді? Немерелі болсын, өлі, ұлды деп бұн аға. Көп болсын, бала-шағаларының қызын көріп. Бала-шағаларының қызын. Брат, ассалаумалейкум. Ты руку сломал? Трещина у меня. Трещина? Да. Что случилось? Футбол играл. Я сам просто доктор. Я в футбол играл. И сломали? Просто трещина, да? Трещина у меня. Ага. Теперь сколько через дней ты это снимаешь? Ну, где-то 2 недели. Да. Воняет сейчас? Да нет. Я просто тоже носил когда-то. И вонял очень. Хочется очиститься, но нельзя. Но я терплю. Ау? Терплю. Терпли, брат. Сейчас в этом жизни Бог любит терпеливых людей. Если ты стоишь на остановке, твоя эта маршрутка приходит, ты иди туда, маршрутку. А если не успел, такси прижми и обратно. Всё. Давай, брат. Привет, қалайсың? Таппай жүрмін ғой сені. Мені? Короче, әңгіме созбақ қойып, мен саған ашығын айтайын. Үйленесің ба маған? Жоқ. Қалай үйленбейсің? Мен сені танымаймын ғой, қалай үйленем? Басқа біреумен шатастырсың. Сен атың кім? Кім деп ойлап тұрсың? Аружансың ба? Жоқ. Сен аружансың ба? Басқа біреумен шатастырған шығарсың. Ой, е-мое. Кеше интернетте бір қызбен танысқам ғой. Мама қазір бүгін ақ келіп жатыр. Үйдегілер дайындалып жатқан ғой уже. Орамал дайындалып. Үйлен деп. Менен кездеспейсің ондай қыз. Маған жоқ, осы жерге келем деді. Сонымен сиденде подушкамен отырам деді. Или болмаса үшеуінің біреуі ғой, а? Танысай соткасын. Алар жымыңдап отыр ғой, осылар ғой деймін. Соткасына звондамадың ба? Иә, қайсы трубкасын алады. Жоқ қой номері. Интернетпен сөйлестік қой. Номерін бермеген ба сонда? Номерін берген жоқ. Жігітім бар дейді. Жігіті көріп қойса, короче, әңгіме айтады екен да. Оның үстіне 2 баласы бар. Пенсияға шыққан ғой жақында соны. Іздей берейін. Ребята, ассалаумалейкум. Пацаны, вы торопитесь? В принципе, да. Короче, игра есть. Продолжи песню. Если вы песню угадаете, я сейчас сразу 10 000 отдам. Давайте начнем, да? Какие песни вообще? Казахские? Конечно, казахский. Казахские. Вы, по-моему, знаете эту песню. Очень хитовая песня. Все, русские, татары, узбеки, все знают эту песню.
Слушайте. Алтайдың нар жағынан келген ару. Дальше. Не знаете? Серьезно не знаете? Ой, ё-моё, это же халық әні. Вы же в Казахстане живете. Как вы могли этого не узнать? Если бы ты спел бы «Шунның бойында», я бы тебе продолжил. Ну давай. Шудың бойында сені іздедім. И? Ты самые хитовые места, зачем поешь? Сені Вот, іздедім. И потом? Дальше потом опять шу бойында. Не-не-не-не. А Вы чё потом? обложились. Ай, ё-моё. 10 тысяч пропали, Все, ёлки-палки. ничего страшного. В сауна уходили же. Сонымен қатар достар, менің Instagram парақшама да тіркеліп кетіңіздер. Бұл жақта мен YouTube'тан бөлек басқа да қызықты видеолар салып отырамын. Ютубтан көріп тұрамын да постоянно. Соны түсіп қалмасақ деп селфима жасап қойып. Түсірейін ба? Былай түсейік та, братан, Былай, лучше, аха, иә? солай. Камерамен. В жизни түріңіз вообще басқаша екен, иә? Албастымын ба? Мама әдемісің дейді, айтар. Өтірік айта ма? Или мамам қойғаннан кейін сенесің ба? Негізі албастың бар, расымен айтыңызшы. Нормально ма? Аш қарынға болады деп қойса. Или давайте. Братан, вы меня не узнали? Я же на русском в кино снималась. Вы видели кино «Девятая рота»? Я же там снималась. Серьезно. Вы точно видели это кино? Я главную роль сам сыграл. Какой? Алмаз меня зовут. Вы русский? Все русские знают меня. Не знаю, я не знаю. Вы в тот момент, знаете, который последним, этот старик придет, вместе сидит, типа, это вместе живы остались. Ну. Там я в парке велике каталась. Ну чё? Не знаете меня? Ёлки-палки, ладно, я думал, что вы меня сфоткаетесь со мной. Ой, я же звезда, братан, ёлки-палки. Танымайды мынау. Че, как ты, брат? Че, не узнал, что ли? Серега. Нет, Никита. Никита. Как? Серега, Никита. Почти же. Ты, братан, серьезно не узнаешь, что ли, меня? Первый раз вижу, братан. Мы же в бане вместе парились же. Нет. Полгода назад. Полгода У меня назад. даже номер есть твой. Какой номер? Ты не поверишь? Давай я тебе звоню сейчас, ты Давай. сейчас берешь трубку. Да, если Никит. позвонишь, Никита, Давай. ёлки-палки. Вот ты не узнаешь меня, брат. ты мог обознаться просто. Нет, какой обознаться? Никита. Да. Алмаз, брат, вместе парились же. Вот Я звоню. Полгода назад в баню не ходил. Вот. Идет гудок. Алло. Никита. Ты где? Дома? Ты что шутишь, ё-моё, ты же вот стоишь. Брат, вот я с тобой говорю. Просто обознался, братан. Обознался? Да. Никита. Да. Брат, постой. Тогда хотя бы такой вариант. У тебя нога какой размер? 43-й. А, у этой Никите был 42-й. А ты не это, Никита. Извините. Ну ничего, бывает. Благополучие. Всё, Счастье, море любви. Давай, брат. Ака, саламатсыздар ма? Бір нәрсе сұрайыншы деп едім сіздерден. Мына Құдай қаласа осы бір-екі күнде үйленейін деп жатырмын да. Соған мына әйелім неғып жатыр да, қалың малға 1,5 миллион сұрап жатыр. Соған қалай ойлайсыздар өздеріңіз? Қазір сондай ма қыз қалың мал өзі? Қаяқтың қызы енді? Қызыңды сен бірінші не қызы? Қаяқтың қызы? Қызым ба? Ненікі ғой? Австралиянка. Шетелдің қызы ғой. Енді ояқтың ақшасымен сенің ақшаң ойнамайды ғой? Е? Конечно. Сіздер мысалы кезінде қанша қалың мал Ой, алдыңыз да? жаным, біздің кезіміз қамай. Мысалы Сиырға келгенбіз біз. бір сиырға 30 мың теңге келді. 30 мың теңгеге келдіңіздер ма? Сіздердің кездеріңізде неғып туылмадым дегенсің ба? Жақсы, мейлі. Брат, ассалаумалейкум. Саламатсыз ба? Менің есімім Алмас болады. Екеуіңіз не ма? Жігіт пен қызсыздар ма? Или доссыздар ма? Доссыздар, иә? Жаңа екеуіңізге қарап не қылдым да, қызығып кеттім да, екеуіңіз үйттіңіздер ғой? Екеуіңіз, мынау жігіт істеп та сонымен сіз қайталадыңыз ба? Жаңа сен ғой. Иә. Музыка қойды, сен қудың ғой былай. Сон бүйтсек бола ма, брат? Мәрге былай тұрсаңшы. Сен қазір бірінші сен бастасаң, и сен бастасаң, үшінші мен де істесем бола ма? Үшеуміз. Қызығып кеттім да, біз қызық болып кетті да. Істейік, брат, давай. Сен, короче, жаңа бүйттің ғой соны. Үшеуміз. Оны сен бастасаңшы.
Музыка қайда? Ой, ё-моё, енді қазір музыка қосу керек. Вот кеттік болды. Бірақ движение ғой. Так, кеттік. Енді сен. Құдай сақтасын, қуасыңдар бар ғой. Сымылдап. Ойнап айтайын жеге. Негізі күшті билейді кесіңдер. Екең тиктокер жасыңдар, ә? Жоқ. Тикток істірмейсің. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар арнаға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Видеоны әр аптаның соңында күтіңіздер. Сіздермен бірге болған мен, Есенхан. Мыналар атымды да білмейді ғой. Есенхан Алмас. Видеоға лайк басыңыздар. Бір бәлі айтсыңдаршы сендерде. Сен айтшы бір нәрсе. Астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте жақсы керемет комментариялар қалдырамыз. Және де лайк Және де басамыз. каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сосын? Болды. Болды. Сен де болдың ба? Иә. Болды.